Елімізде жекеменшік мектептерде оқитын тұрмысы төмен отбасылардан шыққан оқушылар назардан тыс қалмайды. Үкімет басшысы оларға әлеуметтік көмек берілетінін жеткізді. Нұрлан Бекназаров Асқар Маминге жолдаған депутаттық сауалында Шымкент қаласындағы жекеменшік мектептерде оқитын балалардың жағдайына назар аударған болатын. Сенатордың айтуынша, осында оқитын 7 мыңға тарта бала әлеуметтік көмекке мұқтаж көрінеді. Елімізде 257 жекеменшік мектеп бар. Онда 64 мыңға жоқ оқушы оқиды. Олардың бір бөлігі әлеуметтік жағдайы нашар отбасылардан шыққан. Мысалы, Шымкент қаласында 34 жекеменшік мектепте осындай 7 мыңға жоқ бала оқиды. Білім алушылардың жекелеген санаттарына материалдық көмек көрсетудің проблемалық мәселелері үкіметте өткен кеңесте талқыланды. Оның қорытындысы бойынша 2021 жылғы 1 желтоқсанға дейінгі мерзімде білім алушылар мен тәрбиеленушілерге қаржылай және материалдық көмек көрсетуге арналған қаражат көлемін жалпы білім беретін мектептерді ағымдағы күтіп ұстауға және шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындарда орта білім беруге, мемлекеттік тапсырысты орналастыруға бөлінетін бюджет қаражатының жиынтық көлемінің кемінде 2% мөлшеріне жеткізу тапсырылды. Сондай-ақ білім және ғылым министрлігіне сіздер көтеріп отырған жекеменшік мектеп оқушыларының жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек көрсету бойынша мәселелерді заңнамаға өзгерістер енгізу бөлігінде пысықтау тапсырылды. Премьер-министрдің жауабы алынды, және ол жауапта өкілетті орган, яғни білім министрлігіне тапсырма берілген жөнінде ол мәселе шешу бойынша министрліктен жауап алынды, яғни ол заң жобасын өзгерістер енгізіп, сәйкестендіру мәселесі бойынша пысықтау жұмыстары жүргізіліп жатыр деген жауап. Енді ол бір күнде шешілетін мәселе емес, бірақ жеті осы сенат депутаттарының жеті қалаға қадағалауында болады.